Сәлеметсіңдер ме балалар? 53-ші сабақ шамалардың бірліктерін түрлендіру және мәндерін салыстыру тақырыбы. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына ұзындықтың сәйкес бірліктерін қой. Кітап бетпелгісінің ұзындығы 5 см. Сынып тақтасының ұзындығы 3 метр. Дәптердің ұзындығы 21 см. Мектеп пен үйдің арасы 700 метр. Екінші есеп: көп нүктенің орнына массаның сәйкес бірліктерін қой. Сөмкенің массасы 2 кг, бір қап сәбіздің массасы 50 кг, бір қап ұнның массасы 3 кг екен. Үшінші есеп: көп нүктенің орнына уақыттың сәйкес бірліктерін қой. Бір аптада 7 күн бар, балалар. Жаздың ұзақтығы 3 ай, ұшақ 3 сағат ұшты. Төртінші есеп: көп нүктенің орнына сыйымдылықтың сәйкес бірліктерін қой дейді. Шәйнектің сыйымдылығы шамамен 2 литр деп алсақ, шелектің сыйымдылығы 10 литр, қазанның сыйымдылығы 5 литр деп алсақ болады. Бесінші тапсырма: бос орынға тиісті санды қой. Балар, 100 сантиметріміз тең 1 метрге, 100 килограмм тең 1 центнерге, 1 сағатта 60 минут бар. Ал 4 метріміз тең 4 дециметр болады. 37 сағатта 1 тәулік 13 сағат бар, себебі 1 тәулікте 24 сағат. 10 сантиметріміз тең 1 дециметрге, 2 метрде 20 дециметр немесе 200 сантиметр бар. 24 айда 2 жыл, себебі 1 жылда 12 ай бар, сонда 2 жылда 24 ай болады. 300 килограмм тең 3 центнерге тең болады. 800 сантиметрде 80 дециметр немесе 8 метр бар. Алтыншы есеп: салыстыр. 9 метр немесе 90 дециметр. 9 метрді дециметрге айналдыратын болсақ, 90 дециметр болады, сонда тең болады. 700 сантиметр немесе 8 дециметр. 700 сантиметр дециметрге айналдырсақ, 70 дециметр болады, сонда 70 дециметр артық болады. 2 тәулік 3 сағат немесе 29 сағат. Сонда 2 тәулік 3 сағатта 51 сағат бар. 51 сағат артық болады. 800 килограмм немесе 9 центнер. 800 килограммыз 8 центнер болады, сонда 9 центнер артық болады. 4 центнер немесе 400 килограмм. 400 килограмм 4 центнерге тең болады, сонда тең болады екен. 3 метр немесе 200 сантиметр. 200 сантиметріміз 2 метр болады, сонда 3 метр артық болады екен. 200 килограмм немесе 3 центнер. 200 килограммыз 2 центнерге тең болады, сонда бізде 3 центнер артық болады екен. 2 жыл 4 ай немесе 30 ай. 2 жылымыз 12 айдан 24 ай, оған 4 айды қоссақ 28 ай немесе 30 ай. Яғни бізде 30 ай артық болады. Келесі тапсырма: күнтізбені пайдаланып, күз айларында неше күн және неше апта бар екен анықта дейді. Күз мезгілінде 3 ай бар, қыркүйек, қазан, қараша. Қыркүйек айында 30 күн, қазан айында 31 күн, қараша айында 30 күн. Енді осы 3 айдың күндерін қосқанда 91 күн бар екен. Ал 91 күнде бір аптада 7 күн бар, 91 күнде 13 апта бар. Демек, жауабы күз айларында 91 күн, 13 апта бар екен. 8-ші тапсырма: көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді. 3 дециметр 7 сантиметр қанша сантиметр болатын табуымыз керек. 3 дециметрде 30 сантиметр, сонда 37 сантиметр болады. 2 тәулік 4 сағатымыз, 1 тәулікте 24 сағат, 2 тәулікте 48 сағат болады. Оған 4 сағатты қоссақ 52 сағат болады екен. 1 сағат 16 минут, 1 сағатта 60 минут, оған 16 минутты қоссақ 76 минут болады екен. 2 жыл 7 айда, 1 жылда 12 ай бар, 2 жылда 24, оған 7 айда қоссақ 31 ай бар екен. 5 метр 4 дециметріміз тең, 5 метрде 50 дециметр болады, оған 4 дециметрді қоссақ 54 дециметр болады. Ал 29 сағатымыз 1 тәулік
5 сағатқа тең болады екен, балалар. 9-шы тапсырма кім жылдам? Өрнектердің мәніне сәйкес әріпті кестеге қойып, Қазақстанның батысындағы қаланы тап дейді. Ал 38 пен 17-нің айырмасы 21 болады екен. 24 пен 39-дың қосындысы 63 болады. 99 пен 1-дің қосындысы 100 болады. 80-нен 23-ның айырмасы 57, 37 мен 17-нің қосындысы 54 болады екен, балалар. Сонда енді осы шыққан әріптерді кестеге қоятын болса, Қазақстанның батысындағы қала Атырау қаласы шығады екен, балалар. 10-шы тапсырма. Егер кеше сейсенбі болса, онда бүрсігүні қандай күн болады дейді. Егер кеше, бүгін, ертең бүрсігүні деп айтамыз, Кеше егер сейсенбі болса, онда бүгін сәрсенбі болады. Бүгін сәрсенбі болса, ертең бейсенбі, ал бүрсігүні жұма болады. Сонда жауабы бүрсігүні жұма болады екен, балалар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Егер де арнаға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар, балалар.